Баршаларыңызға сәлем достар. 8-ші сыныптың химиясы 1-тоқсан ТЖБ жұмысының шығару жолын көрсететін боламын. Бірінші сұрағымыз ұғымдағы сипаттамалармен сәйкестендір дейді. Ұғымдарды сипаттамалармен сәйкестендір. Бірінші энергетикалық деңгей С болады жауабы. Электрондар ядродан қашықтаған сайын толтырылады. Екіншісі анион. Анион дегеніміз ол электронды қабылдап теріс заряд алады. В жауабы болады. С катион дегеніміз электрондарды беріп, оң зарядты бөлшекке айналады. А дегеніміз. Келесі сөйлемді толықтыр. Атомдағы электрондардың орналасуын электрондық конфигурация деп атайды. Электронды графикалық формулада электрондар нүктелер арқылы белгіленеді. Бір энергетикалық деңгейдегі электрондар саны 2n2 ережесіне бағынады. Кестені толтыр. Бірінші бағында элементтер көрсетілген электрондық конфигурациясы, ионның түрі, қосылыстың формуласы. Электрондық конфигурациясы 2, 11 электрон ғой, сонда 2, 8, 1 болады. Ионның түрі натрий плюс ион түрінде болады. Хлормен қосылысында натрий хлор, натрий плюс хлор теріс зарядталады. Келесі магний. Магнийде 12 электрон, 2, 8, 2. Ион түрі магний 2 плюс болады. Магний оксиді деген қосылыс түседі. Магний 2 плюс оттегі минус 2 болады. Келесі алюминий. Алюминийде бізде 13 электрон бар. 2, 8, 3. Алюминий 3 плюс болады ионның түрі. Хлормен қосылысында алюминий хлор 3 береді. Алюминий хлор 3 болады. Алюминий 3 плюс хлор. Бізде минус болады заряды. Ары қарай 4-ші тапсырма формула бойынша есепте дейді. Кальций оксидінің құрамындағы кальций мен оттектің массалық үлесін есептеңіз. Атомдық массасы кальцийдікі 40, оттектікі 16-ға тең. Формуланы жазыңыз, есептеуді көрсетіңіз дейді. Так. Массалық үлесін есептейтін болсақ, кальцийдің атомдық массасын кальцийдің бөлеміз молекулалық массаға кальций оксидінің 100%-ға көбейтеміз. Кальцийді отқанымызға 40, атомдық массасы 40 болды, ал молекулалық массасы кальций оксидінікі 56. 40-ты 56-ға бөліп 100%-ға көбейтеміз. Сонда 71,4%-ды құрады. Енді оттектігін табу үшін атомдық массасын оттектің бөлеміз молекулалық массаға кальций оксидінің. Сонда 16-ны 56-ға бөліп 100%-ға көбейтеміз. Сонда 28,6%-ды құрады. Енді қосатын болсақ, 500% болды. Сонда жауап ретінде жазбаңыздар. Массалық үлес кальцийдікі 71,4%, ал оттектікі 28,6%-ды құрайды.
Бесінші тапсырма, қай элементтің моделі бейнеленгенін жазыңыз. Бұл жерде анықтау үшін біз мына элементтерді бір-біріне, электрондарды бір-біріне қосып шығамыз, иә? Бізде міне үш энергетикалық деңгей бар екен. Бірінші деңгейде 2 электрон бар, 2-де 8, сыртқы қабатында 1. Сонда бұл бізде натрий элементі. Таңбасы На болады. Энергетикалық деңгейдің саны 3, электрон санын жазыңыз дейді. Натрийда 11 электроны бар, 11 протоны бар, және де атомдық массасы 23 болғандықтан 12 нейтроны бар. Келесі, 6-шы тапсырма. Берілген реакцияларды теңестіріп түрін жазыңыз дейді. Магний қышқылы қоссақ, магний хлориді алынады, и сутегі бөлініп шығады. Бұл бізде орын басу. Келесі, темірге купр мс4 қоссақ, бізде феррум мс4 алынады, және мыс бөлініп шығады. Бұл да бізде орын басу болады. Тұжырымдардың шын немесе жалған екендігін анықтауымыз керек. Коррозия металдардың тотығу процесі шын. Металдардың белсенді қатарында сутек ең белсенді металл жалған. Белсенді металл белсенділігі төмен металды ерітіндіден ығыстырады. Шын. Есеп 5 грамм кальций судың артық мөлшерімен әрекеттескенде бөлінетін сутек газының көлемін қалыпсыз есептеңіз. Кальцийдің үстіне 5 грамм деп жазамыз. Асты 40, сутектің үстіне X қоямыз. Асты 22,4 болады. Осыдан міне пропорция арқылы X таба саламыз. 5-ті көбейтеміз 22,4-ге, бөлеміз 40-қа. Сол уақытта 2,8 литр шығады. Міне достар, осымен тәжірибе жұмысымыз аяқталды. Баршаларыңызға сәттілік, жоғары балл алуларыңызға тілектеспін.